Құрметті бауырластар, біз бүгін жаңа өсиетті емес, көне өсиетті зерттеп қараймыз. Бүгінгі уағызымыз көне өсиетке қатысты болады. Нақты айтқанда, патшалықтар туралы 4-ші жазба, 1-ші тарау, 1-ші аяттан бастап 9-ші аятқа дейінгі мәтін. Патшалықтар туралы 4-ші жазба 1:9. Патшалықтар туралы 4-ші жазба 1:9. Кейінірек бұл жерде былай деп жазды. Мұқият болайық. Ахаб патша қайтыс болғаннан кейін Моаб халқы солтүстік Израильге қарсы бас көтерді. Ахаб ұлы Охозиях өзінің Самария қаласындағы сарайының жоғарғы бөлмесінің торынан құлап, қатты жарақаттанып қалған болатын. Сонда ол елшілерін жіберіп оларға былай деп бұйырды. Экрон қаласына барып, сондағы жұрт құлшылық ететін Бағал-зебуб есімді тәңірден осы жарақатымнан жазылар ма екенімін деп сұрап келіңдер. Ал жаратқан иенің періштесі Тішбелік Ильясқа мына тапсырманы берді. Жиналып Самария патшасының елшілерінің алдынан шық, оларға Израильде Құдай жоқтай, сонау Экронның тәңірсымағы Бағал-зебуб кенеге бара жатырсыңдар. Сол үшін де жаратқан ие өз Охозияққа мынаны айтады. Жатқан төсегінен енді қайтып тұрмай өлесін дегенді жеткіз. Сонда Ильяс жолға шығып тапсырманы орындады. Елшілері қайтып келгенде патша олардан қалайша тез қайтып келдіңдер деп сұрады. Олар былай деп жауап берді. Алдымыздан бір адам шығып бізге тіл қатып былай деді. Сендерді жіберген патшаға қайтып барып оған жаратқан ие мынаны айтады. Израильде Құдай жоқтай неге сонау Экронның тәңірсымағы Бағал-зебубтен ақыл кеңес сұрап адам жіберіп жатырсың. Сол үшін де жатқан төсегінен енді қайтып тұрмай өлесін деген хабарды жеткізіңдер. Патша, сол адамның түрі қандай еді деп сұрады. Олар, ол үстіне жүн шапан киіп, қайыс белбеуімен белін буып жүреді деп деді. Сонда Охозиях, бұл Тішбелік Ильяс деп, бір елубасын 50 жауынгерімен бірге Ильясты алып келуге жіберді. Елубасы адамдарымен көтеріліп барғанда Ильяс бір төбе басында отыр екен. Елубасы оған былай деп бұйырды. Ей, Құдайдың адамы, патша саған төмен түсіп өзіме кел деп әмір етті. Бүгінгі уағыздың тақырыбы Құдай халқының Құдай жоқ сияқты сүріп жатқан рухани өмірінің белгілері. Негізі бұл жерде бәрімізге мұқият болу керек. Себебі бұндай белгілер біздің өмірімізде де әбден болуы мүмкін. Кейде мәсіхшілерде осылай Құдай жоқ сияқты өмір сүреді. Сондықтан осы тақырып ол өте маңызды бәрімізге. Еміз негізі, мәсіхшілерді түйнектен жай емес бір мақсатпен шығарды. Қандай мақсатпен шығарды? Оның қасиеттілігі мен ұлы істерін мадақтап жариялауға шығарды. Осындай мақсатпен шығарды. Бірақ та егерде мәсіхшілер кәдімгі осылай сенбеушілер сияқты, Құдай жоқ сияқты өмір сүрсе, онда олар осы мақсатты, Құдайдың қойылған мақсатын орындай алмайды. Сондықтан бұл тақырып өте маңызды. Мәсіхшілерге Құдай жоқ сияқты өмір сүрмеу керек. Сондықтан осы өмірдің белгілері қандай екенін міндетті түрде білу керекпіз. Бұны мен емес, еміздің өзі қалап отыр. Себебі Кейінірек жаңа өсиетте бұл жөнінде елші Паул арқылы былай деп жазды. Салоникалықтарға арналған 1-ші хат 4:5. Елші Паул бұл жерде былай деп жазды. Құдайды танымайтын ұлттарға ұқсап, күнәлі құмарлықтарға салынбаңдар.
деді. Яғни нәсішілерге Құдай жоқ сияқты, яғни сенбеушілер сияқты өмір сүрмеу керек. Негізгі шындықты ашатын үшінші аят. Негізгі шындықты ашатын үшінші аят. Келірух бұл жерде былай деп жазды. Қайталап оқиын. Ал жаратқан иенің періштесі Тішбелік Ильясқа мына тапсырманы берді. Жиналып, Самария патшасының елшілерінің алдынан шық, оларға Израильде Құдай жоқтай, сонау Экронның тәңірсымағы Бағал Зебубке неге бара жатырсыңдар? Бұл негізі, бұл аят нені білдіреді? Бұл аят нені білдіреді? Сол кезде Ахозияқтың өзі де, оның қасында жүрген қызметшілері де, негізі Құдайдың халқына қатысты болса да, бірақ та Құдай жоқ сияқты өмір сүрді дегенді білдіреді. Себебі Келірух Ильяс арқылы оларға былай деп айтты, Құдай жоқтай, сонау Экронның тәңірсымағы Бағал Зебубке неге бара жатырсыңдар деді. Көрдіңіз бе? Сол кезде Құдайдың халқы көбінесе Құдай жоқ сияқты өмір сүрді. Құдай жоқ сияқты өмір сүрді. Сонымен Келірух осы мәтінің арқылы бәрімізді бір маңызды шындыққа үйретеді. Шындық мынау. Шындық мынау. Құдай халқына еміздің батасынан айырылып қалмау үшін ол жоқ сияқты өмір сүрмеу керек. Құдай халқына еміздің батасынан айырылып қалмау үшін ол жоқ сияқты өмір сүрмеу керек. Ол жоқ сияқты өмір сүрмеу керек. И бұл жерде табиғи түрде осылай сұрақ туындайды. Құдай жоқ сияқты сүріп жатқан өмірдің белгілері қандай? Сол белгілері қандай? Бұл мәтінде Келірух Ахозияқтың өміріне қатысты Құдай жоқ сияқты сүріп жатқан өмірдің екі белгісін көрсетеді. Бірінші белгі мынау. Апат келген кезде бос нәрселерге үміт арту. Апат келген кезде бос нәрселерге үміт арту. Назарымызды бірінші және екінші аятқа аударайық. Тағы да оқиық. Келірух бұл жерде былай деп жазды. Ахаб патша қайтыс болғаннан кейін Моаб халқы солтүстік Израильге қарсы бас көтерді. Ахаб ұлы Ахозия өзінің Самария қаласындағы сарайының жоғарғы бөлмесінің торынан құлап, қатты жарақаттанып қалған болатын. Сонда ол елшілерін жіберіп оларға былай деп бұйырды. Экрон қаласына барып, сондағы жұрт құлшылық ететін Бағал Зебуб есімді тәңірден осы жарақатымнан жазылар ма екенмін деп сұрап келіңдер деп оқыдық. Көрдіңіз бе? Ахаб қайтыс болғаннан кейін Ахозияқтың өзі және бүкіл Құдайдың халқы да апатқа ұшырады. Қандай апатқа ұшырады? Бір жағынан сол кезде Моабтықтар бас көтерді. Біз оқыдық қой, Моаб халқы солтүстік Израильге қарсы бас көтерді. Осындай апатқа ұшырады. Моабтықтар бас көтерді бір жағынан. Ал екінші жағынан не болды? Ахозия құлап қатты жарақаттанды. Патшасы, Израиль халқының патшасы құлап қатты жарақаттанды. И бұл жерде осындай сұрақ қою керек. Осы оқиғалардың барлығы кімнен келді? Кімнен келді? Оқиғалардың барлығы Құдайдан келді. Құдайдан келді. Қандай мақсатпен келді? Осы оқиғалар арқылы, осы жағдайлар арқылы Құдай өзінің халқын тәрбиелегісі келді.
тәрбиелегісі келді. Себебі сол кезде олардың рухани күйі өте нашар болған. Өте нашар болған. И сол себептен осы оқиғалардың барлығы емізден келді. Бұнымен еміз олар маған бет бұрсын деп тәрбиеледі оларды. Олар маған бет бұрсын деп тәрбиеледі. Бірақ Ахозиях патша еміздің тәрбиесіне еш мән бермей, апат келген кезде Құдайды емес, Бағал Зебуб деген жалған тәңірді шақырды. Жалған тәңір өзінің үмітін жалған тәңірге артты. Жалған тәңірге артты. Басқа сөзбен айтқанда, Ахозиях патша сол кезде, апат келген кезде, тірі Құдайдан бас тартып, бос нәрсеге үміт артты. Ескертіп қоян, Ильяс пайғамбар Кармел тауында 400 Бағалдың қызметшілерін өлтірді. Ахозиях, ол Ахаптың ұлы болғандықтан, Ахозиях сол жағдай жайында білген, себебі ол Ильяс пайғамбарды бірден таныды. Но бірақ та оған қарамастан, ол бәрібір Ильяс пайғамбарды емес, өзінің елшілерін Бағал Зебубке жіберді. Сөйтіп, Құдай жоқ сияқты сүріп жатқан өмірдің бірінші белгісі апат келген кезде бос нәрселерге үміт арту. Бұнымен әлі де біткен жоқ. Өткені келірух бұл мәтінде Құдай жоқ сияқты сүріп жатқан өмірдің екінші белгісінде көрсетеді. Екінші белгі мынау. Құдайдың атынан ашкерелеушілерді жек көру. Назарымызды енді 7-ші, 8-ші және 9-ші аятқа аударайық. 7-ші, 8-ші және 9-ші аятқа аударайық. Патша, сол адамның түрі қандай еді деп сұрады. Олар, ол үстіне жүн шапан киіп, қайыс белбеуімен белін буып жүреді деді. Сонда Ахозиях, бұл түшпелік Ильяс деп, бір елубасын 50 жауынгерімен бірге Ильясты алып келуге жіберді. Елубасы адамдарымен көтеріліп барғанда, Ильяс бір төбе басында отыр екен. Елубасы оған былай деп бұйырды. Ей, Құдайдың адамы, патша саған төмен түсіп өзіме кел деп әмір етті. Еміздің ол барлық жерде бола алады деген қасиеті бар. Ол шынымен еміз барлық жерде бола алады, бір сәтте. Сонымен еміз Ахозияқтың рухани күйі, әрі жүрегі ниеті қандай екенін білген. Сол себептен Ахозияқтың жіберген елшілеріне Ильясты қарсы бағыттап, патша өледі деп, құлағына жақпайтын хабар жеткізді. Патша өледі деп, оның құлағына жақпайтын хабар жеткізді. И осы хабар жайында бірнеше бағалау жасайық. Ильястың хабары, ол шынымен Құдайдың хабары болды. Себебі Ильяс осы сөзді өздігінен емес, Құдайдың
бұйрығы бойынша айтты, иә. Ол сол хабар, ол Ильястың емес, жеке Ильястың емес, Құдайдың хабары болды. Ал екінші қадам, Ахозия үшін осы хабар, шын мәнінде жаман емес, жақсы хабар еді. Сен өлесің деген хабар, ол Ахозия үшін жаман емес, жақсы хабар болды. Себебі бұнымен Құдай оған күнәдан бас тартуға мүмкіндік берді. Ол жақсы хабар болды. Күнәдан бас тартуға мүмкіндік берілді бұнымен. Мысалы, Ахозияқтың әкесі Ахап еміздің алдына көптеген жек көрінішті істер жасады. Бірде Құдай оны Ильяс пайғамбар, сен өлесің, мен сенің бүкіл әулиетін жоямын деп осылай хабар жеткізді. Ахап, Ахозияқтың әкесі Ахап, ол сол хабарды естіді де мойынсұнды. Құдай оның мойынсұнғанын көріп, оны аяды. Бұл жерде де солай, Құдай осы хабарды сен төсегінен тұрмай өлесің деген хабар, ол қандай мақсатпен берілді? Күнәдан бас тарт деген мақсатпен берілді. Күнәдан бас тартуға мүмкіндік берілді. Бірақ Ахозия еміздің берілген рақымын дұрыс қабылдамады. Еміздің берген рақымын дұрыс қабылдамады. Ахозия пайғамбардың хабарын елеусіз қалдырып, Ильясты өлтіру үшін өзінің жауынгерін жіберді. Негізінде, Құдай қаншалықты әділетті Құдай болса да, Құдайда осындай бір жақсы қасиет бар. Қандай қасиет бар? Еміз зұлымның өлімін емес, оның теріс жолынан қайтып өмір сүре беретінін қалайды. Сол себептен, яғни осы мақсатпен Құдай Ильясты жіберді. Күнәдан бас тартуға мүмкіндік берді. Бірақ Ахозия сол көрсетілген рақымына мән бермеді. Керісінше, Құдайдың атынан ашкерелеушіні жек көрді. Өлтіргісі келді. Сөйтіп, Құдай жоқ сияқты сүріп жатқан өмірдің екінші белгісі қандай? Құдайдың атынан ашкерелеушілерді жек көру. Құдайдың атынан ашкерелеушілерді жек көру. Құдайдың атынан ашкерелеушілерді жек көру. Ал енді осы шындықтан маған қандай пайда деген сұрақтың кезеңі келді. Шынымен, осы шындықтан маған қандай пайда? Негізі пайдасы өте зор, шыны керек болса. Осы шындықтың пайдасы өте зор. Себебі осы шындық бойынша Құдай бәрімізді өзінің бір маңызды талабымен кездестіреді бәрімізді. Қандай талаппен кездестіреді? Жаратқан иені қазір нені талап етеді? Бәрімізге еміздің батасынан айырылып қалмау үшін Құдай жоқ сияқты өмір сүрмеуіміз керек. Құдай жоқ сияқты өмір сүрмеуіміз керек. Ахозия сияқты өмір сүрмеуіміз керек. Нақты айтқанда, бос нәрселерге үміт артпауымыз керек. Апат келген кезде. Бос нәрселерге үміт артпауымыз керек. Ал екінші жағынан, Құдайдың атынан ашкерелеушілерді жек көрмеуіміз керек. Құдайдың атынан ашкерелеушілерді жек көрмеуіміз керек. Біріншіден, бұл шындық бойынша
біздің сенімдеріміз дұрыс болу керек. Сенімдеріміз қандай болу керек? Егер мәсіхші Құдайдың құдіреттілігіне емес, егерде қандайды бір мәсіхші Құдайдың құдіреттілігіне емес, бос нәрселерге, мысалы, өзінің тәніне, адамның күшіне, адамның данылығына, өзінің ақшасына, адамның айтқан сөзіне, денсаулығына, туыстарына, тамыр таныстарына және басқа да алуан түрлі заттарға сенім артса, апат келген кезде сенім артса, онда сондай мәсіхші Құдай жоқ сияқты өмір сүреді деген шындыққа сену керек. Құдай жоқ сияқты өмір сүреді деген шындыққа сену керек. Егер қандайды бір мәсіхші Құдайдың атынан шынайы сөзін айтқан қызметшілерді жек көрсе, Құдайдың атынан айтқан Құдайдың атынан ашкерушілерді жек көрсе, сондай мәсіхші Құдай жоқ сияқты өмір сүреді деген шындыққа сену керек. Сену керек. Бұл шындықты жеке өмірімізде міндетті түрде орындауымыз керек. Мысалы, бұл талапты бәрімізге үлкен қарыздарды алған кезде орындау керек. Үлкен қарыздарды алған кезде орындау керек. Бүгін көптеген адамдар материализмге табынып жүреді, берілген. Нақты айтқанда олар неғұрлым менің өмірімде жайлылық көп болса, соғұрлым өмірім жақсы болады деген ұранмен өмір сүреді. Бұл мәселе мәсіхшілерге де кейде қатысты болады. Нақты айтқанда кейбір мәсіхшілер өз әлеуметтік ахуалын өзгерту үшін, көлік немесе пәтерді сатып алу үшін біріншіден терін төгіп ақшаны адал еңбекпен табуға емес, үлкен қарыздарды алуға тырысады. Үлкен қарыздарды алуға тырысады. Қарыздарды алғанда олар елші Жақып айтқандай, біз бүгін ертең пәлен қалаға барып, сонда бір жыл тұрып, сауда жасап, олжаға батамыз деп ойлайды. Бірақ сенушінің осындай ой ниеті шын мәнде жоқ нәрсеге негізделген. Неліктен? Себебі Жақыптың айтуы бойынша адамның өмірі аз уақытқа көрініп, кейін ғайып болатын бұл іспетті. Адамның өмірі бұл іспетті. Бүгін бармыз, ертең жоқ боламыз. Ертең деген нәрсе ол біз үшін болмауы да мүмкін. Сөйтіп үлкен қарыздарды алған мәсіхші, егер оны қайтаратын заты болмаса, Құдай жоқ сияқты өмір сүреді. Құдай жоқ сияқты өмір сүреді. Өйткені бос негізге, яғни өз күшіне, денсаулығына, қабілетіне үміт артып жүреді. Жоқ нәрсені есептеп. Құдай жоқ сияқты өмір сүреді. Бұл дұрыс емес. Бұл талапты сіздерге алуан түрлі апат келген кезде де орындау керек. Мысалы, жақын туыстар немесе балалар қайтыс болғанда, жұмыстан шығарып жібергенде, біреу алдап кеткенде, қарыздарды қайтарып бермегенде,
немесе ауырғанда. Яғни, егерде осындай апат келген кезде сіздер біріншіден Құдайға емес, Құдайды емес, адамның жұбатуына, адамның көмегіне, немесе соттың шешіміне, немесе дәрігерлердің қабілеттілігіне сеніп артып жүрсеңіздер, онда Охозияқтың мәселесі сіздердікі. Охозияқтың мәселесі сіздердікі. Нақты айтқанда сол кезде сіздер Охозияққа ұқсап, Құдай жоқ сияқты өмір сүресіздер. Себебі апат келген кезде біріншіден Құдайды емес, ол сияқты бос негіздерге үміт артып жүресіздер. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Өзіміздің өмірімізді тексеру керекпіз. Біздің өміріміздің негізі шынымен кім? Деген сұрақ қою керекпіз. Апат келген кезде біз өзіміздің үмітімізді кімге артамыз? Құдайға ма, әлде бос нәрселерге ме? Негізінде бізге Құдай жоқ сияқты өмір сүрмеуіміз керек. Охозияқтың мәселесі біздің мәселеміз болмау керек. Бұл талапты киелі кітап тұрғысынан уағыз тыңдағанда, немесе жетекшілер киелі кітап тұрғысынан жеке әшкерелегенде орындау керек. Ескертіп қояйын, мәсіхшілер сенім арқылы Исаның әділеттілігіне ие болса да, күнәқар болмысынан әлі де толық құтылған жоқ. Толық құтылу қашан болады? Болашақта Иса Мәсіх екінші рет келген кезде. Соған дейін негізі мәсіхшілер өз тәніңмен күресуге мәжбүр. Өз тәніңмен күресуге мәжбүр. Сөйтіп, бірақта негізі біз осылай күнәқар болмысынан толық құтылмасақ та, бәрібір бізге Исаның рухани бейнесіне жетуге тырысу керек. Исаға ұқсас болуға тырысу керек. Құдай негізінде кейде сол мақсатқа бізді жеткізу үшін Құдай басқа мәсіхшілерді пайдаланады. Ол жетекшілер болсын, немесе басқа мәсіхшілер болсын. Кейде біз иеміздің ашкерелеуіне мұқтаж боламыз. Күнәқар болмысынан толық құтылмағандықтан біз Құдай сөзінің ашкерелеуіне мұқтаж боламыз. Бұл жерде негізі, бізге негізі Құдайдың атынан, егерде қандайды бір мәсіхші, жетекші болса, немесе киелі рух уағыз арқылы бізді Құдайдың атынан ашкерелесе, бізге оны дұрыс қабылдау керек. Егерде біз осылай Құдайдың атынан ашкерелеушілерді Охозияқ сияқты жек көріп, қабылдамасақ, жүретін болсақ, онда ол жағдай нені білдіреді? Біз Құдай жоқ сияқты өмір сүреміз дегенді білдіреді. Егерде дәл солай болса, онда Охозияқтың мәселесі біздікі. Ол дұрыс емес. Негізі Охозияқ өлді. Неліктен? Құдайдың рақымын қабылдамағандықтан.
Мәсішілермен де дәл солай кейде болады. Олар еміздің рақымын қабылдамағандықтан кейбір мәсішілер анау Паулдың айтуы бойынша Коринтықтарға қатысты. Кейбір әлсіз, ауырат, қайтыс болады. Сондықтан негізінде бұл шындық, ол өте маңызды біз үшін. Біз Құдайдың халқымыз. Но бірақ та кейде Құдайдың халқы себеушілер сияқты өмір сүреді. Нақты айтқанда, Құдай жоқ сияқты өмір сүреді. И сол өмірдің белгілері қандай? Біріншіден, апат келген кезде бос нәрселерге үміт арту. Ал екінші жағынан, Құдайдың атынан ашкершілерді жек көру. Егерде біз Ахозияқ сияқты өмір сүретін болсақ, бұнымен біз кімге зиян келтіреміз? Өзімізге зиян келтіреміз. Өзіміз еміздің батасынан айырыламыз. Сол себептен Құдай осы мәтін арқылы бәрімізді бір маңызды шындыққа үйретіп жатыр. Қандай шындық? Құдай халқына еміздің батасынан айырылып қалмау үшін Құдай жоқ сияқты өмір сүрмеуіміз керек. Нақты айтқанда, апат келген кезде бос нәрселерге үміт артпауымыз керек біз. Құдайдың атынан ашкершілерді жек көрмеуіміз керек. Көрмеуіміз керек. Бірақ құрметті бауырластар, егер сіздер керісінше апат келген кезде біріншіден Құдайды іздесеңіздер, немесе Құдайдың атынан ашкерелеуді қабылдасаңыздар, онда Құдай осы шындық арқылы сіздерді бүгін жұбатып жатыр. Себебі сіздер Құдай жоқ сияқты емес, тіпті Құдайдың халқы сияқты өмір сүресіз дегенді білдіреді. Құдай осы шындық бойынша бәрімізді бір жағынан жұбатып жатыр. Егерде біз апат келген кезде бос нәрселерге емес, Құдайға үміт артып жүрсек, немесе Құдайдың атынан ашкерелеушілерді қабылдасақ, онда еміз біздің жүріс-тұрысымызды хош иісті заттарды түтету ретінде қабылдайды. Хош иісті заттарды түтету ретінде қабылдайды. Біздің өміріміз оған ұнайды дегенді білдіреді. Бұл жерде тағы да бір сұрақ қою керек. Осы талаптарды неліктен орындау керекпіз? Бірінші себеп Құдайдың талаптары болғандықтан. Бұны мен емес, Құдайдың өзі талап етіп отыр. Сондықтан осы талаптар ол адамның талаптары емес, ол Құдайдың талаптары. Сондықтан оларды орындауымыз керек. Құдайдың талаптары болғандықтан. Екінші себеп, бізге жақсы болу үшін. Егерде біз Құдайдың өсиеттерін орындап жүрсек, кімге жақсы болады? Біріншіден, бізге жақсы болады. Себебі Құдайдың өсиеттерінің барлығы игі. Құдай өзінің өсиеттерін бізге не үшін берді? Бізді зұлымдықтан қорғау үшін. Егерде біз Құдайдың өсиеттерінде жүретін болсақ, онда зұлымдықтан аулақ жүреміз. Зұлымдық бізге тиіспейді. Құдайдың өсиеттері бізді қорғайды. Құдайдың өсиеттері біздің тәнімізге
қаншалықты ұнамаса да, олардың барлығы бәрібір игі. Олардың барлығы бәрібір игі. Сонымен екінші себеп, неге осы талаптарды орындауымыз керек? Құдайдың балалары болғандықтан. Құдайдың балалары болғандықтан. Құдайдың балалары болғандықтан. Ескертіп қояйын, еміз бізді түнектен жай емес, бір ерекше мақсатпен шығарды. Қандай мақсатпен шығарды? Оның қасиеттілігін және ұлы әрекетін мадақтау үшін шығарды. Ол біздің парызымыз. Сол мақсатты, егерде біз шынымен Құдайдың рақымының дәмін тататын адамдар болсақ, онда осы мақсатты біз міндетті түрде, еректі түрде орындауымыз керек. Еректі түрде орындауымыз керек. Құдайға риза болғандықтан орындауымыз керек. Сондықтан осы талаптарды Құдайдың балалары болғандықтан орындауымыз керек. Осы талапты біз қалай орындамақпыз? Құдайдың көмегімен. Осы талаптарды өздігінен ешкім орындай алмайды. Тек қана Құдайдың көмегімен орындай аламыз. Сондықтан, егерде біздің ниетіміз дұрыс болса, онда бізге Құдайға сыйынып, киелі рухтан күш қуат сұрау керек. Сонда біз осы талаптарды орындаймыз. Ескертіп қояйын, бүгін Құдай бәрімізді бір маңызды ақиқатқа үйретті. Қандай? Құдай халқына еміздің батасынан айырылып қалмау үшін ол жоқ сияқты өмір сүрмеу керек. Сол өмірдің екі белгісін зерттеп қарадық. Бірінші белгісі, апат келген кезде бос нәрселерге үміт арту. Екінші белгісі, Құдайдың атынан ашкерушілерді жек көру. Осы белгілер біздің өмірімізде ешқашан болмасын. Бұған қоса тағы да сенбеушілерге де бір сөз айтқым келеді. Біз ылғи сіздерді Құдайға шақырамыз. Ізгі хабарды қабылдау керек деп шақырамыз. Негізінде Құдай бұнымен өзінің рақымын көрсеткісі келеді. Бірақ та егерде сіз Ахозия сияқты Құдайдың атынан ашкерушілерді жек көріп, олардың айтқанын қабылдамасаңыздар, апатқа түсесіздер. Аумин.